Жер шарының қайсы бір мүйешінде болсын, ақ баслы гигант толқынлары жағалауларды жуып тұрған көгалай теңіз. Һәм дүниялық океан сулары ерте дәуірлерден баслап, адамлардың диққатын өзіне тартып келген. Азиядағы ірі шөлістаулықтардың бірі үстірт кеңістігі менен Қызылқұм һәм Қарақұм шөлістаулықтарының бір-біріне тұтасқан жерінде жайласқан Арал теңізі, жақын жылларға дейін осы региондағы кең аймақтың ықлым шараятын тұрақластырушы һәм хауадағы ылғалдылықты тәминлеуші үлкен табиғи объект қызметін атқарып келді. Экономикалық көз қарастан Арал теңізі әр жылы 35-40 мың тоннаға шамалас 20-дан аслам түрдегі товарлы балық ауланатұғын үлкен дарамат дерегі. Ең баслысы, еліміздің